Ассалаумағалейкум. Бүгін 7 октябрь 24 жыл сағат 9-дан кетіп қалды. Таңертең. Соны отырған сарт. Әне, бүкіл жанып кетті. Ана Қырғынға баратындағы жолдың ана көрінісі мына. Мынау сарттың міне Сарт пен Бәйнекенің ортасы. Ана ортада тұрған мынау Бәйнеке алақандай жерде ғана қалды. Алды таудың арты үйдің бүкіл маңаты жанып кетті. Үймен баз ғана аман қалған. Құдай сақтап. Мынау Салқын тау. Ана таудың ар жағы Қарағанды облысы. Олар арманы 40 жылдыққа дейін түк қалған жоқ деді. Қоянды тауынан. Бүгін яғни 6 қазан кешкі сағат 8:30. Тағы да өрт келді, қалың өрт. Міне бүкіл елді жерді жайпап өтті. Сарт, Желтау, Бәйнеке міне кетіп барады. Көмек күші аздау. Енді ғана келіп отыр. Мынау бәрі жанды міне. Сананың бәрі өрт. Мынау шоқ бар полностью жанып кетіп, Қызылтауға қарай анау Қоскеден асып кетті. Қарағанды облысының Арқалықтың границасына қарай бара жатыр. Мынау қалың өрт, шоқ бар жанып атқан. Шамамыз келмей жатыр.